Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы комплекс санды n-ші дәрежелі түбірден тригонометриялық түрде шығару. Қазірге дейін біз білетінбіз, егерде комплекс сан түбір астында берілетін болса, онда алгебралық түрде де оны шығара аламыз. Алайда жаңағы түбір дәрежесі үлкен болатын болса, ол бізге қиындық тудырады. Сол кезде осы тригонометриялық түрде шығаратын болсақ, біз түбірден оңай құтылсақ болады екен. Ендеше соған тоқталайық. Біз тригонометриялық түрде түбір табу үшін осы формуланы қолданамыз. Бұл жерде сарылармен белгіленген n және қызылмен белгіленген k сандары бар. Оны сабақтың барысында толықтай түсінетін боласыздар. Әуелі осы n-ші дәрежелі түбірде комплекс санның осы формула бойынша қалай шығатындығын көрсетейік. Бұл жерде комплекс санды біз тригонометриялық түрде жазып алуымызға болады. Ендеше r косинус фи қосылған и синус фи деп жазып алсақ болады түбір астында. Енді бұл жердегі түбірді біз дәрежеге келтіретін болсақ, r косинус фи қосылған и синус фи және де осы тригонометриялық комплекс санның бір бөлінген n дәрежесі. Енді Муавр формуласы бойынша біз білеміз, қалай дәрежелеу керектігін. Жаңағы радиус вектордың бір бөлінген n дәрежесі, жақшаның ішінде косинус. Фиді бұл жерде бөлеміз n-ға қосылған и синус фи бөлінген n-ға тең. Бұл жердегі радиус векторды түбір түрінде жазатын болсақ, n-ші дәрежелі түбірде радиус вектор және де косинус. Бұл жерде аргументті біз 360 градусқа дейінгі дәлдікпен алуымыз керек. Сол себепті фи қосылған 2 пи-к болады және бөлінген n қосу и синус фи қосылған 2 пи-к бөлінген n болады. Мінекей жаңағы жоғарыда көрсетілген формула осыдан шығады екен. Енді бұл жердегі n деп отырған мәндеріміз бұл түбірдің дәрежесі, яғни бұл түбірден неше түбір табылатындығын көрсетеді. К деп отырғанымыз ол n-нан шығады, яғни түбірдің дәрежесі неше болады, содан бірге кем болады. Мысал ретінде 5-ші дәрежелі түбір болатын болса, онда k 4-ке дейін болады. Яғни k тең 0, k тең 1, k тең 2, k тең 3 және k тең 4-ке дейін болады. Яғни бұл дегеніміз осы 5 мәнді жаңағы аргументтегі k-ға қойып шығамыз. Бұл жерден 5 түбір шығатындығын көрсек болады. Енді осы көрсетілген формула бойынша мысал есеп қарастырайық. Көптік түбірде 1 минус и деген алгебралық түрдегі комплекс сан болсын. Енді осыны жаңағы формула бойынша табуымыз үшін бірінші кезекте жаңа комплекс санның модулін тауып алуымыз керек. Ол дегеніміз радиус векторы, ал ол дегеніміз түбір астында нақты бөлігі мен жорамал бөлігінің квадраттарын қосындысы. Бұл бізде түбір астында 2-ні береді. Ал енді аргументін табатын болсақ, тангенс фи тең болады y-тің x-ке қатынасы, ол минус 1-дің 1-ге қатынасы. Тангенс фи тең болады минус 1-ге. Фиді табатын болсақ, арк тангенс минус 1, арк тангенс минус 1 болады. Екі мәнде ол фи 1 тең болады минус пи бөлінген 4-те және де фи 2 3 пи бөлінген 4-те. Енді нақты қандай мәнді алатындығымызды анықтау үшін x және y өстерін саламыз. Және x-тің мәнін белгілейміз, y-тің мәнін белгілейміз. Минус 1. Екеуін қосатын болсақ, 4-ші ширекте екендігін көреміз. Ендеше біздегі аргументіміз минус пи бөлінген 4 екен. Яғни модуль z таптық, аргументті таптық. Енді біз жаңағы формулаға қоюымыз үшін n-ді
табуымыз керек және k-ны табуымыз керек. Бұл жердегі n деп отырғанымыз түбірдің реті ол 3-ке тең. Ал k деп отырғанымыз осы n-нан шығады 0, 1 және 2-ге тең. Яғни k бізде n-1-ге дейін. 3-тен 1 тазайтсақ, ол 2-ге тең. Яғни k 0-ден бастап 2-ге дейінгі мәнді аламыз. Енді осыны формула бойынша жазатын болсақ, бірінші кезекте жаңағы модуль z-ті жазамыз, ол түбір астында 2-ге тең. Жақшаның ішінде косинус. Фи бізде минус пи бөлі 4-ке тең болды. Қосу 2 пи к бөлінген бізде 3, n-іміз 3-ке тең. Қосу и синус минус пи бөлінген 4 қосылған 2 пи к-ға бөлі 3-ке. Мінекей формула бойынша жаздық. Енді түбірлерін анықтауымыз үшін жаңағы k-ларға мәндерін қойып шығайық. Ендеше бізде альфа деп белгілейік. Бірінші түбіріміз k тең 0 болғанда. K тең 0 болғандағы бірінші түбірді анықтап көрейік. Жаңағы түбір астында 2 модулі косинус минус пи бөлінген 4 қосылған 2 пи көбейту 0-ге. Яғни k-ның орнына 0 қойдық. Бөлінген 3-ке. Қосу и синус минус пи бөлінген 4 қосылған 2 пи көбейтілген 0 бөлінген 3 тең болады. Тең болады бұл жерден түбір астында 2 косинус 2 пиді 0-ге көбейтсек ол 0 болады. Сонда бұл жерде минус пи бөлінген 12 шығады екен. Қосылған и синус минус пи бөлінген 12-ге. Мінекей бұл бізде бірінші түбір k тең 0 болғандағы. Енді k тең 1 болғандағы түбірін тауып көрейік. K тең 1 болғанда жаңағы модуль z-іміз ол өзгермейді. Косинус минус пи бөлінген 2 қосылған 2 пи көбейтілген 1-ге бөлінген 3 қосу и синус минус пи бөлінген 4 қосылған 2 пи көбейтілген 1 бөлінген 3 тең. Тең болады бұл жерде түбір астында 2 косинус. Бұл жерде алымында 3 пи бөлінген 2 болады, және бөлу 3 ол дегеніміз пи бөлінген 2-ге. Қосу и синус бұл жерде пи бөлінген 2. Мінекей біз k тең 1 болғандағы екінші түбірін таптық. Енді үшінші түбірі. K тең болғанда 2-ге. Альфа 2 тең болады. Түбір астында 2 косинус фиіміз минус пи бөлі 4 қосылған 2 пи көбейтілген 2 бөлінген 3 қосу и синус минус пи бөлінген 4 қосылған 2 пи көбейтілген 2 бөлінген 3 тең болады. Тең болады бұл жерде түбір астында 2 жақшаның ішінде косинус. Бұл жерден ықшамдайтын болсақ 5 пи бөлінген 4 шығады. Қосылған и синус 5 пи бөлінген 4-ке. Мінекей біз осымен жаңағы
түбір астындағы комплекс санның 3 түбірінде анықтап алдық. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерден күтетініміз тек қолдау, лайк басып, каналымызға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп кетулеріңізді сұраймыз. Ендеше сіздерге сәттілік.